Қайырлы күн достар, бүгін біз 6-шы есепті қарастырамыз, яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай тригонометриялық өрнектерді ықшамдау тақырыбына берілген. Ендеше кеттік бастайық. Бірінші берілген жазып алсақ. Бізде берілгені бойынша қандай өрнек берілген? Так, косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа бөлінген. Так, косинус альфа минус синус альфа азайтылған тангенс альфа көбейту косинус альфа тең дейді. Так, бізде мына жақта көріп тұрмыз косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Мынау косинус квадрат а болса, мынау б болып тұр, бізде қандай еді? А квадрат минус б квадрат деген неге тең еді? А минус б а плюс б-ға тең еді. Так, кеттік, осы бойынша ашайық. Бізде бірінші жақшада қалай болады? Так, косинус альфа минус синус альфа болады екен. Так, келесі косинус альфа плюс синус альфа. Так, синус альфа. Так, астын жазып қоя береміз, ал бөлімін. Минус синус альфа. Так, минус тангенс альфа. Мынау минус көбейту косинус альфа дейді. Так, дальше келесі ретке өтсек, бізде көріп тұрғандарыңыздай жаңағы жерде мына екі жақша мен мына екі жақша қысқарып кетеді, мынаның арасы көбейту ғой. Сонда бізде не қалып тұр? Так, тең деп жазсақ, бізде сонда қалып тұрғаны косинус альфа қосылған синус альфа және мынау қалды, синус альфа. Так, синус минус тангенс деген қандай еді бізде? Тангенс альфа деген бізде синус альфа бөлінген косинус альфаны беретін, Так, демек синус альфа бөлінген косинус альфа көбейту косинус альфа дейді. Так, енді мына жерде не байқап тұрмыз? Косинус альфа мен косинус альфа қысқарып кетеді екен, Сонда қалғандары бізде косинус альфа қосылған синус альфа минус синус альфа. Мына екеуі де бір-бірімен азайтылып нөлге тең болады. Сонда бізде шығатын косинус альфа. Демек бізде косинус альфа деген жауап қалады екен.